Сәлем достар, бүгін сіздермен тәтті самсаның рецептісімен бөлісемін. Бізге керек ұн, қамыр қопыстқыш, қаймақ, сары май. Ұнға қамыр қопыстқышымызды салып араластырамыз. Жұмсақ сары майды қосып, крошка жасаймыз. Қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қоямыз. Салмасына творог, жұмыртқаның сарысы, ұн және қант. Творогты, жұмыртқаның сарысын, ұнды, қантты бір ыдысқа салып блендерлейміз, немесе шанышқымен араластырамыз. Қамырды майда бөліктерге бөлеміз, шамамен 30-35 граммнан болады. Немесе грек жаңғағынан сәл үлкендеу қылсаңыздар да болады. Тәтті самсаларымызды жасаймыз, ішіне салмасын салып, әдемілеп өреміз. Дайын болған самсалардың үстіңгі бетін қантқа батырып алып, противенің үстіне қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Біздің әдемі тәтті самсаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, енді дәмі керемет. Салмасына творогтан басқа кептірілген жемістер, яғни сухофрукты салсаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.